Сәлеметсіздер ме оқушылар? Абайтану 11 сынып. Сабақтың тақырыбы «Қажымас дос халықта жоқ» лирикалық өлеңі. Оқу мақсаттары: Қажымас дос халықта жоқ өлеңінің мәнін түсіндіре отырып, сол кездегі дәуір тынысын, қазақ халқының мінез ерекшелігін ұғынуға жағдай жасау. Абай шығармаларын оқу арқылы адам бойындағы қасиеттерді саралай білуге, ой түюге, мәнерлі сөйлеуге дағдыландыру. Қажымас дос халықта жоқ өлеңі Абайдың 1889 жылы жазған өлеңі. Әрқайсысы 4 тармақты 6 шумақтан тұрады. Туындыда ақын биік адамгершілік талабының деңгейінен адалдықты, әділдікті, қайырымдылықты, дос пейілдікті жақтайды. Өзімшілдікті, опасыздықты, өсек өтірікті, қулық сұмдықты сынға алады. Өлеңнен ақынның өз заманындағы қоғам тіршілігіне араласа жүріп, көңіліне қаяу түсірген келеңсіз жайттерден түңіле мұңайған көңіл күйі сезіледі. Өлең 7 буынды, шалыс ұйқаспен өрнектелген, ойлы орамды тілмен орайын келтіріп айтқан ұтқыр да ұшқыр, жыр жолдары мақал мәтел, нақыл сөз іспетті, көңілге қонымды. Туындының түпнұсқасы 1905 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңі атты жинақта жарияланады. Қажымас дос халықта жоқ. Абай Құнанбаев. Қажымас дос халықта жоқ, айнымас серт қайда бар? Алда көрген артта жоқ, мысқыл өсек айла бар. Жақсылығын күнде ұмыт, бір жаңылсаң болды кек. Пайдасынан бой суыт, өзі тимей жүрсе тек. Пайда мақтан өзінен, артыла маған тұрып, жарыса өсек сөзінен, айта берсін шарқ ұрып. Кімге достық көп еттім, түбі болды бір кейіс. Жақсы өмірім әуареттің, жер табалмай бір тегіс. Жау қожаңдап бұртайып, дос құбылып әуретер. Кімі тентек, кім жайып тексер алмай өмір өтер. Сыйла сарлық тектінің, кім танымас нұсқасын. Күнде өзімшіл ептінің, несін адам ұстасын. Сіздерге оқылым тапсырмасы. Оқулықтың 52-ші беттегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмаларды дәптерге орындаңыз.